Мен жақында ғана гүлдер салонынан мына фикустың бонсай түрін сатып алған болатынмын. Әрине гүлдер салонынан алынған барлық гүлді топырағын да ыдысын да ауыстырып үй жағдайына қатысты өсіруіміз қажет, дұрыс өніп кету үшін. Енді осы бонсай өсетін, бонсай қалай өсу керек дейтін мәліметтерді іздестіре келе, оның арнайы акадама, келюзана сияқты топырақтарда отырғызылатынын білдім. Бірақ өкінішке орай Ақтөбеде ондай топырақ түрлері мүлдем табылған жоқ. Акадаманың өзі Жапониядан, соның ішінде жаңағы жасалып шығарылатындығын білдім. Негізінен саздан жасалады екен. Бірақ қазіргі жағдайда сайттарға заказ беруге де ешқандай мүмкіндік жоқ. Соныменен ойлана келе, мен өзімше осы акадаманы үйден жасауға тырысып отырмын. Акадама топырақтың саз топырағынан жасалынған, отта әбден күйдіріліп, кішкене домалақша түрінде мына топыраққа қосылатын бір өнімнің түрі. Мен жобаменен ол үшін енді саз топырағын алдым, міне песок құм алып отырмын, және моқты алдым. Осы үшеуін қосып, кішкене ғана шар түрінде домалақтап, мүмкіндігіме қарай оны отта қыздырып қалыпқа түсіруге тырысамын. Міне осындай заттарды алып дайындағалы отырмын. Бонсайға қажетті акадаманы өзімше жасап шығару үшін жаңағы саз топырақты, құмды және мүк, спагнум дейміз, үшеуін қосып, мынандай түрге келтіріп қойдым. Енді осыны қазір кішкентай ғана домалақ шар түріне, формасына келтіріп, оны отқа күйдіріп, қыздырып, дайын етіп шығаруға тырысамын. Осы акадама дейді, Жапонияның бір осы бонсайды өсіруге қажетті тыңайтқышты өнімді шығаратын өлкенің аты екен. Міне өзімше осы саздан, құмнан және мүктен осыны мен жаңағы араластырып дайындап болдым. Қазір отқа қыздырып, әрине мен ашық алаңқайда, таза ауада отқа күйіп қыздыруға мүмкіндігім жоқ. Газ плитаға мына противенге салып дайындап қойдым. Соны қазір қыздырып көремін. Енді тап осылай қылып дайындала ма жоқ па мен білмеймін. Мен өзімше жасап отырмын. Көремін, енді бонсайдың арғарай өсіп кетуіне, жағдайына қарай арғарай білетін боламыз, анық көзіміз жететін болады. Бала кезімізде саз топырақты осы құм араластырып, шөп араластырып, біз үйдің сыртын майлауға, немесе кірпіш басуға араласып, үйдің жұмысына көмектескен кезде жасаған жұмысымыз ғой. Сол бойынша жасап шықтым. Бірақ естеріңізде болсын, мен бұны дәл осылай екен деп біліп жасап отырғаным жоқ, тек жобамен ғана жасап отырмын. Қазір енді отқа салып қыздырамын.